Ассаламағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз Музарт тобының Қайран көңіл деген әнімнің вступлениясын үйренетін боламыз. Кіріспесінде мынандай әуен бар, деген, осы әуенді үйренеміз. Содан кейін мүмкін арада тағы да бейне сабақ болатын болса, дәл сол Музарттың әндерін, көбінесе сол домбыра партияларын үйренетін болатын шығармыз. Бір тамшы көздің жасындай бар, басқа да бар. Өйткені қазір уақыт болмай жүр. Сондықтан да әзірше ән болатын болса, күй болатын болса, тапсырыстарыңызды жаза беріңіздер комментке. Бүгінше осы шағын кіріспе болады. Бұндай болатын болса сабақты бастайық. Домбыраларыңызды алыңыздар да дәл мен артынан қайталап отырыңыздар. Міндетті түрде үйреніп аласыздар. Тек көрсеткен нәрсені жасап отырыңыздар. Ал ондай болатын болса, кеттік. Қараңыздар. Бірінші пернені ұстайсыздар. Бірінші пернені білетін шығарсыздар, менің үйреткенім бойынша. Бастағанда екі перне бірге ұсталынады, астыңғы, үстіңгі бірге ұсталынады. Сосын төмен бір қағаздар. Жалпы қағыстың көбісі төмен егіз. Бүкіл қағыз төмен болып тұр. Төмен, сосын астыңғы саусақпен екінші пернен бастап. Мына көрдіңіз? Сонда екінші шекті, астыңғы шекті басқанда, астыңғы шегі ғана ойналады міне. Екінші пернен басқанда. Сонда болады. Бірінші екеуі ойналады, сосын астыңғы. Сосын қайтадан астыңғы бірді басасыздар. Осы. Кейін одан кейін бір ойнағаннан кейін тағы да бірді шертіп басырды. Сосын мынау астындағы бұл бізде 11-ші перне. Оған үстіне шертіледі. Міне. Міне, осылай болады. Сосын 8, 9. 8-ге жоғары, 9-ға төмен. Сонда болады. Міне болады. Егер өлшемін қарасаңыздар, мынау созылды, тез, сосын 8 мен 9 одан да тез. Осылай. Әрі қарай келесі әуені 6-ны ұстайсыздар. Бірге тоже параллельно. Дәл солай бірінші пернеде ойнайсыздар, солай ойналады. Бұл 6 бірінші қаққанда екеуі бірге ойналады. Сосын астыңғы 7. Сосын қайдан 6. Кейін осы 6, 7, 6 ойнағаннан кейін қайтадан 6-ны бір қағып бастырды. Осы болады. Бұл бізде 16-шы перне. Сонда болады. 6, 16. Кейін 13, 14, 13 болады. 13, 14 то есть. Бұлай болады сонда. 16, сосын 13, 14. Яғни 13-ке жоғары, 14-ке төмен. Қосасыздар. Осылай болады. Осы екеуін қосып көрейік қане. Әрі қарай. Тан-тан-тан-тан-тан-тан деген жер бар. Деген жер бар, Бұл қалай? 13-ші пернені ұстайсыздар міне. Лига деген нәрсені білетін шығарсыздар, Яғни басқа бір пернені бастырып, қасындағы пернеге түрту. Бірақ екеуіне де бір қағыз жасалады. Қараңыздар. 13-ші пернені ұстайсыздар да 14-ті түртіп бастыр. Көрдіңіз, төмен қағаздыр міне. Кейін қайтадан 13-ті басып. Негізді әуен бұлда 14 болып тұр. Бұлай ойнау болады. Деп болсын болады. Бірақ мынау 13-ші перне оған кіріспе ретінде әдемі беріп тұр. Негізі әуен бұл 14-тен басталады. Осылай ойнаусы болады. Бірақ лигамен осындай түртіп ол әдемі шығады. Сол себептен мен алғашқыда
13-ші шперіне ұстап тұрып, 14-ке лигамен бар деп көрсетіп жатқан. Кейін 13-ке барасыздар. 13 основной дыбыс болып кетеді да, кейін 14 уже мында түртпелі дыбыс болады. Сосын 13, одан кейін 11-ге 11-ді басасыздар да 13-ті түртесіздер. Кейін 9-ға барасыздар да 11-ді түртесіздер. Кейін 8, 9 түртесіздер. 6, 8 түртесіздер. Кейін қайтадан 11. 11-ге қағып, лигамен 13-ке барасыздар. Сондай болады. Міне бұлай болады. Ары қарай. Астынан бұл бізде 11-ші перне деген жер кетеді. 11-де ұстап тұрасыздар. Қағасыздар. 11-ді қағасыздар, бірақ 11 основной звук болады, бірақ 13 түртпелі дыбыс болады. Яғни мынаны ойнап тұрып 13-ті түртесіздер. Міне осылай түртеміз. Кейін 9-ға барамыз, 11-ді түртеміз. 8-ге барамыз, 9 түртеміз. Кейін 6-ға барамыз, 8 түртеміз. 5-ге барамыз, 6 түртеміз. Кейін 6, сосын 8, 9 түртеміз. Сонда бұлай болады. Осылай болады. И соңғы әуені қалды. Деген жер, Бұлай болады бұл. 6-ны төмен 2 рет қағасыздар. 11-ге барғанда үстіне қағасыздар, Сонда міне төмен 6, 11 жоқ. Кейін 9-ға барғанда төмен қағылады. Міне бұл сонда бұлай болады. Сосын 8-ді қағасыздар, 9-ды түртесіздер. Міне осы жерге дейін қаны көрсекті. Ойнадық, сосын 8 ойнаймыз, 9 түртеміз. Одан кейін 6-ға барасыздар. Мынау 8-ді ойнағанда кідіріс жасап 6-ға тез барасыздар. Міне осылай болады. Міне осылай болады. Кейін 8, 9, 6. Барлығын қоссаңыздар. Одан кейін 4-ті ойнап, 6-ны түртеміз. 2-ні ойнап, 4-ті түртеміз. Кейін 1 түртіп, 1 ойнап, 2 түртеміз. Бірге барғанда параллельно бірге ұстайсыздар. Қалай басталды? Солай аяқталды. Енді қазір екінші бөлімін тан деген жаңа ойнадық қой, содан біз бір қайталап ойнаған жоқпыз, соның көрсетейін. Міне. Осылай болады. Ондай болатын болса, басынан аяғына дейін бүкіл ойнағанымызды қосайғы кеттігенде шығарыңыздар. Басы. Одан кейін бір күлдірген, бір жалатқан, өмір өзен жылжыбақан.
әуен ойналады екен да. Ондай болатын болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше дейін комментке тағы да осындай қысқа мынандай проигрыш дей ма, соларды жазыңыздар. Міндетті түрде соған тағы да сабақ шығады.